Сәлем достар, қолдағы бар затпен, яғни ас үйде жиі қолданылатын зат, ол жұмыртқа. Соның қабығымен ақ керемет нәтижеге жетуге болады. Бірақ біз көбінесе қажетсіз деп санаймыз. Ал сіз оны қоқысқа тастамаңыз, осыны жасап көріңіз, өзіңіз де таңғаласыз. Каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қараңыздар. Каналда имбирдің денсаулыққа пайдасы туралы осындай видео бар. Ал енді жұмыртқаның қабығын, оның ішіндегі пленкасына дейін пайдаға асыруға кірісейік. Жұмыртқаның қабығы негізінен кальций, фосфор, темір, калий, магний және кремнийден тұрады. Канада, ақш, Венгрия ғалымдары жүргізілген зерттеуде жұмыртқа қабығының құрамы адамның тісі мен сүйегіне қатты ұқсайтыны дәлелденген. Жұмыртқа қабығының ұнтағын жүкті әйелдер, балалар және ересектер кальций жетіспеген жағдайда қолданады. Мұндай ұнтақты үнемі қолданған жағдайда қан қысымы мен жүрек қағысының жұмысы жақсарады, зиянды холестерин деңгейі азаяды, зат алмасу процесі қалпына келеді, қалқанша без аурулары, гастрит, қан тазаратады, балаларда рахит пен анемияны алдын алады, аллергияны емдейді, яғни 1000 ауруға ем болады. Алайда ұнтақ кейбір ауруларды емдейтін дәрі-дәрмектің орнын баса алмайды. Бірақ ағзаға аурудан айығуға көмектеседі. Мамандардың айтуынша, жұмыртқа қабығының ұнтағын әзірлеуде тек үй тауықтарының жұмыртқасын пайдаланған жөн. Жұмыртқадан енді ұнтақ әзірлеу тәсілі. Жұмыртқаның ішіндегісін тазартып, қабықты жуып, 5 минуттай қайнатамыз. 5-6 сағат кептіріп, одан соң жақсылап ұн секілді етіп майдалаймыз. Ұнтақты қараңғы жерде, шыны ыдыста сақтаған дұрыс. Сондай-ақ піскен жұмыртқаның қабығында ұнтақ дайындауға болады. Енді бұл ұнтақты қолдану әдісі. 7 жастан асқан балаларға күніне жарты шай қасық ұнтақ беруге болады. Ал 14 жастан асқан және ересектерге күніне 1-2 шай қасық мөлшерінде қабылдау керек. Әрбір әйел 30 жастан кейін өзіме күтім жасауды бастамаса, жас ерекшелігіне қарай тері де босап, салбырай бастайды. Алғашқы әжім іздері де көрініс береді. Бұл кезде бет терісіндегі эластик коллагенді жоғалта бастайды. Сондықтан мейлінше жастық қалпыңызды сақтап қалу үшін жұмыртқаның қабығынан да орасан зор көмегі бар. Салатқа немесе қамыр илегеннен кейін жұмыртқаның қабығын қоқыс шелегіне тастамай кәдеге жарата біліңіз. Онымен бет терісі үшін керемет маска жасауды бастайық. Ол үшін жұмыртқаны тазалап жуып алыңыз. Жұмыртқаны жарып, ішіндегісін ыдысқа салғаннан соң, жұмыртқа қабығында қалып қойған жұғындыны да саусағыңызбен алып, тазартылған бет терісіне жағып қойыңыз. Жұмыртқа қабығының ішкі бөлігінде жұмсақ шілдір секілді жұқа қабықша болады. Сол қабықшаны еппен абайлап қатты қабықтан ажыратып алыңыз. Бұл пленка көз айналасындағы әжімдерге қарсы тұратын керемет құрал. Оны екіге бөліп, көз айналасындағы әжімдер көп шоғырланған аймаққа жабыстырып қойыңыз. 10-15 минуттай ұстаңыз. Пленканы жабыстырған кезде мимика жасамаңыз, яғни күлмеңіз. Ендігі кезек сыртқы қабығында. Қатты қабықта жуып тазалап құрғатамыз. Кепкен қабықта алып ұнтақтаймыз. Кәдімгі ұн секілді болып ұнтақталуы қажет. Масканы бетіңізге жағу кезінде қатты қабықтың бетіңізді шырып, теріге зақым келтірмес үшін. Бір ас қасық кез келген айранға 1 шай қасық ұнтақталған жұмыртқаның қабығын салып араластырып, бетіңізге масканың щеткасымен жағып шығыңыз. Қолмен жағуға болмайды, массаждың да қажеті жоқ. 15 минуттай масканың кепкенін күтеміз. Кепкен масканы қолмен сылып алып тастаймыз. Артынан жылы сумен жуып аламыз. Маскадан соң бетіңіз сергіп, жаңарып қалғанын байқайсыз. Бұл масканы құрғақ тері үшін аптасына 2-3 рет жағуға болады. Ал 4 аптадан соң теріңіздің жасарып, әжімдердің таралып, әдемі теріге ие болғанын сезесіз. Қолдағы бармен ас үйде жиі қолданылатын, бірақ біз көбінесе қажетсіз деп санайтын жұмыртқаның қабығымен ақ керемет нәтижеге жетуге болады. Сіз де жасап көріңіз, өзіңіз де таңғаласыз.
Бұл ақпараттар сіздерге пайдалы болды деп сенемін. Егер көмегі тиіп қолданып жатсаңыз, астына өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Қолдау көрсетіп, лайк басып, басқа да пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды.